Қазақ елі Шымкенттік белсенді Мамырова Назира. Марат Жыланбаевқа бостандық талап етемін. Марат Жыланбаев 2023 жылдың қараша айынан бастап абақтыда, біздегі биліктің бұйрығымен. Міне биыл 2026 жыл. Осы 3 жылдың көлемінде Марат Жыланбаев бірнеше рет аштық жариялап, өзінің күресін түрмеде, абақтыда отса да жалғастырып жатыр. Яғни аштық жариялауының себебі түрмедегі әділетсіздік, қысым, қудалау. Ендігі кезекте ең соңғы жариялаған аштығы Марат Жыланбаевтың 4 қаңтар 2026 жылдан басталған еді. Алайда бүгін сәуір, осы ай сәуір айы 3 айдан астам уақытта Марат Жыланбаевтан ешқандай хабар жоқ. Ол өзінің отбасымен де хабарға шығып жатқан жоқ, және Марат Жыланбаевқа өзінің қорғаушысында кіргізіп жатқан жоқ. Сондықтан да біз белсенділер Марат Жыланбаевтың өміріне алаңдаулымыз, себебі оның өмірі қыл үстінде. Бізге белгісіз ол кісі тірі ма, әлде өлі ме, жоқ бір жері майып болды ма. Сондықтан да бір топ белсенді Алға Қазақстан партиясының ұйымдастыруымен, Алға Қазақстан партиясының мүшелері Марат Жыланбаевтың жағдайын білуге, қорғаушысының кіріп шығуын талап етуге 22 сәуір күні Степногорск қаласында жиналуға бел буды. Сондықтан да қазақ елі қорғаушыға берілетін еңбекақы бар, жол ақысы бар, қаржылай көмек берулеріңізді сұранамын. Күш бірлікте. Алға Қазақстан.